қазіргі уақытта атырау өңірінде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты соңғы ақпараттар Атырау облысында қазіргі таңда 2 ауданында төтенше жағдай жарияланып тұр. Осының алдында бір апта бұрын Қызылорда ауданы Ойыл өзенінің тасуына байланысты бірқатар елді мекен, ең бастысы Миялы аудан орталығы суға төтеп беріп, тиісті құрылғыларды салып, елді мекендерге қауіпті жойылған болатын. Дегенмен де су әлі де өзінің ауданның территориясынан жалғасын тауып, қоныстану қазіргі таңда Қарабау елді мекенінің тұсында бұл ауданда ауданның басшылығы мен облыс әкімінің орынбасары Қайрат Тоқтаев мырза тиісті жұмыстарды ұйымдастыруында судың деңгейі түсіп келеді. Бірер күннен кейін толықтай бұл апат жойылады, тәуекелдердің бәрі жойылады деген сенеміз. Қазіргі уақытта бойынша қанша адамның үйі суға кетті, қанша адам эвакуацияланды? Қазіргі таңда өзіңіз білетіндей қоныстану ауылында жұмыстар жүргізілді. Адамдар саны бойынша аса қатты көп емес, нақты бір қосымша береміз. Жалпы Қызылорда бойынша жағдай тұрақты деп бағалап отырмыз. Жылой ауданында жағдай сәл күрделілеу. Оның негізгі себебі Жем өзенінің тасуымен байланыстырамыз. Жем өзені және де одан қосылатын бірқатар еріктер, ең негізгі Құлсай ерігі, олар қазіргі таңда толықтай өздерінің су қабылдау мүмкіндіктерін игеріп отыр. Қазіргі таңда жағдай Құлсары қаласындағы бағалаймыз. Оның алдында Ақтөбе ауылында жағдай күрделі болған, бірақ тиісті құрылғыларды жұмылдырудың нәтижесінде ауылдан суды ыстыратын мүмкіндік пайда болды. Бірақ дегенмен кеше түнде Қарағай деген Құлсары қаласына кіре берісіндегі елді мекен толықтай эвакуацияланып, қазіргі таңда сумен басылып, бұл ауылда 40 үй тұрғындары эвакуацияға жатқызылған болатын. Ауданда айтылып өтуден төтенше жағдай жарияланды. Қазіргі таңда Құлсары қаласында облыс әкімінің өзі құтқару жұмыстарын басқаруда. Дамбыл құрылғылар қазіргі таңда биіктілігін арттыру нәтижесінде келген судың толыққанды Құлсары қаласынан өтіп, кейінгі Қамыскөл, одан кейін Каспий теңізіне ағып кетуін қамтамасыз етеді деп тұр алдымызда. Жайық өзені бойынша Жайық өзенінің қазіргі таңда біздер күнделікті түрде Ерекла су қоймасының жағдайын мониторингтеудеміз. Ерекла қоймасының бүгінгі күнгі мәліметі бойынша 1000 текше метр секундындағы суды жіберуге режиміне қосылды. Бұл соңғы 10 жылдағы қолда бар мәлімет бойынша бұл абсолютті рекордты белгілер. Естеріңізге сала кетейін, әдетте соңғы жылдары секундына 15 текше метр суды жіберді. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш бірнеше есе көбейіп отыр. Соған байланысты алдымен біздің мәліметтер бойынша Орынбор облысының көптеген елді мекендері судың астында қалды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында да тиісті қауіптер бар. Біздер осы жағдайлардың бәрін көре отыра дайындық жұмыстарын бірнеше күн бастап кеткен болатынбыз. Бізде Жайық өзенінің бойында Индер, Махамбет аудандары және Атырау қаласы орналасқан. Қазіргі таңда аудандарда елді мекендердің айналаларын толықтай дамбыл құрылғылармен қоршау жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар Атырау қаласында біздер қазіргі таңда 100-ден астам арнайы техникалар жұмылдырылған болатын. Біз бұл мемлекеттің тікелей түрлі мердігер компаниялар және де өңірде қызмет ететін мұнай компанияның техникаларын есебінен. Сонымен қатар 20 түрлі участок белгіленді. Яғни бұл бұрын-соңды дамбылар болмаған, немесе дамбылары соңғы 30 жылдың ішінде жөнделмеген учаскелер, солардың бәрін қазіргі таңда 6 метрлік ағымдағы дамбылардың орташа биіктігі біздердің мәліметтер бойынша 3 метрді құрайды. Біздер қосымша 3 метрге өсіріп, жалпы су дамбылардың, яғни жағажайлардың дәлірек айтқанда биіктігін 6 метрге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Қазгидрометтер біздер болжамды критикалық көрсеткіштерді беріп отыр. Оның мәліметі бойынша жағажайдың биіктігі 6 метрден төмен болмауы керек. Қазіргі таңда Бесікті ауылынан бастап Атырау қаласының теңдеріне келетін барлық ауылдық округына дейінгі аумақтың бәріне тиісті компанияларға, тиісті құрылысшыларға бекітілген болатын. Олар өз жұмыстарын алдағы 3 күннің ішінде толықтай аяқтау керек. Содан кейін біздер екінші кезеңге өтсек болады. Біздер әрбір жағаны 1 километр шақырымдық өлшеммен тиісті
шағын кәсіпорындарға, мекемелерге, соның ішінде мемлекеттік мекемелерге бекітетін болады. Және де жоспарымызға сәйкес 10 сәуірден бастап тәуліктік кезекшілік ұйымдастырамыз. Яғни бұл жерде өте маңызды судың келген сәтінде қандай да бір жерде судың жарып өтіп кетпеуі. Сол себепте үнемі тұрақты жаңағы мониторинг жұмыстар жүргізу бізге маңызды. Сондықтан жоспарымыз сәйкес 10 сәуірден бастап судың пигі 20 сәуірде келуі деп болжануда. Соған байланысты осы айдың аяғына дейін толықтай осы тәуліктік кезекшіліктер ұйымдастырылады. Гидропункт сияқты қондырғылар орнатыла ма? Гидропункттар қазіргі таңда қалада, жайықтың бойында барлық елді мекендердің тұстарында орнатылған. Гидропункттың мәліметтері біз күнделікті түрде алып отырмыз. Бүгінгі күнгі өткен күнмен салыстырғанда 3 сәуір күні гидропункттегі жайықтың дейінгі өсімі 1 сантиметр құрады. 1 сантиметр. Қанша жерде гидропункт орнатылған шамамен? Қаланың өзінде бірнеше, бірақ орташа бәрінің көрсеткіші бірдей, яғни 1 сантиметр. Өңірде осы Жайық өзен жаңа 2 аудан мен 1 қаладан аса қауіпті елді мекендерді өздеріңіз картамен көрсеттіңіздер, иә? Қазір қауіп төніп тұрған қай елді мекендер? Енді мен сізге нақты осы елді мекен деп айта алмаймын. Жалпы біздер тәуекелдерді орташа деңгейдегі қауіп бар деп есептейміз, қай-қай елді мекенге. Бірақ осы алдымыздағы осы айтып отқандай 2 апта уақытымызды тиімді пайдаланып, сол тәуекелдердің бәрін жөнінде жұмыс істейміз. Төтенше жағдай бола қалса деп бюджеттен 2 миллиардтан астам қаржы қаралған белгілі. Қазір уақытта қолыңызда есеп бар ма? Оның қанша пайызы игерілді, немесе қанша? Бұл дұрыс емес қойылған сұрақ деп есептеймін. Мен кешірім сұраймын. Өйткені қаралған да қаражат емес. Бұл мен де қаражат емес. Бұл ақпарат таралғанда. Бұл қаражат әрбір бюджеттің 2% төтенше жағдайлар болған жағдайда деп бөлек қолданылмай тұрады. Әрбір деңгейдегі бюджет, бұл республиканың бюджеті де, бұл жергілікті бюджеттерде де. Сондықтан да бұл 2,5 миллиард деген қаражат, бұл қазіргі облыс бюджетінің 2% деген сөз. Қазіргі таңда төтенше жағдайлардың бюджеттері әлі қалыптастыруда. Мысалы, көптеген қызметтерді біздер тек қана келісімшарттарды неотложные нужды дейді, қазақшасын неотложные нужды есебінен бюджеттерді қарастырып жатырмыз. Біздер міндетті түрде тиісті жұмсалған қаражаттарын ақпараттарын беретін боламыз. Өйткені бұл ешқандай да бір жасырын ақпарат емес. Үйлері суға кеткен тұрғындарға қандай көмек көрсетіледі? Бұл енді бұл жөнінде мемлекет басшысы да, қаржы министрлігі да бірнеше рет айтқан болатын. Бұл жерде бізге берілген ақпарат бойынша алгоритмдеріміз егер де адамдардың немесе басқа да суға кетіп зақым келетін болатын болса, онда жергілікті атқарушы органдарға арыздану керек болады. Сол арыздың негізінде тәуелсіз комиссиямен болған залалдың құны есептеліп, жергілікті бюджетке өтелетін болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Қалада неше эвакуациялық пункт бар? Қазіргі таңда эвакуациялық пункт дегендердің саны 86. Қала бойынша ма? Қала бойынша бұл негізінен әлеуметтік нысандар, мектептер, ауруханалар, балабақшалар. Бірақ қазіргі таңда біздер өзіміздің мобилизационный жоспарымызды раскрываем, қосымша ашып жатырмыз. Бұл жерде тағы да болжам бойынша біздер бұл жерде бірнеше факторды ескеріп отырмыз. Алдымен жалпы Орал Жайық өзенінің екі скорость движения, қозғалу жылдамдығы бар. Мысалы, тыныш кездері, күзгі, қысқы, жазғы мезгілде оның қозғалу мерзімі 5 сағат километр час. Сағатына 5 километр. Ал көктемгі мезгілде, яғни су келетін мезгілде бұл 10 километр сағатына құрайды. Атырау қаласынан Ирикла су қоймасына дейін ұзындықтың көлемі 1700 километрді құрайды. Осы сандарды ескере отыра біздер болжамды осы 2 апта уақытты жоспарлап отырмыз. Яғни судың қозғалу жылдамдығы мен осы расстоянияны ескере отырып. Сондықтан да осындай сан қалыптасты. Бірақ бұл тағы да бұның факторлары көп болуы мүмкін. Бұл жерде мұздың еруі, өйткені Ирикла қоймасы қазіргі толыққанды мұзбен басылып жатыр. Яғни су қозғалысы басталған жоқ. Сонымен қатар Оренбургтың даже біздің Батыс Қазақстан облысында көптеген өзендер әлі де мұзбен қатып жатыр, ол жерде су қозғалысы болған жоқ. Соответственно, осындай факторларға, температурный режимге басқа да факторларға әсер ететін болады. Бірақ дегенмен енді көктемнің мезгілі толыққанды келіп жатыр, олардың бәрі жолда еритін болады.
сөйтіп біздер болжаммен 20-25 сәуірде бізге судың ең көп келетін уақыты деп болжап отырмыз. Жаңа сіз атап өттіңіз ғой, жалпы дамбыға дейін 3 күн ішінде бітіріп боламыз. Аудандардағы жаға бекіту жұмыстары енді біздер 3 күн дегенде бұл жерде бұл жұмыстар тоқтамайтын болады. 3 күнде біздер қазір ең опасный учаскелерді бәрін засыпкамен аяқтаймыз. Содан кейін барып біздер қазір еріктілердің де біздер қазір толыққанда тұрғындардан бізде өте көп өтініштер түсіп жатыр қазіргі таңда. Әлеуметтік желілерге, әкімдіктің телефондарына 109 желісіне біздер қандай көмек көрсете аламыз деп олардың бәрін біздер қазір ұйымдастыру жұмыстарындамыз. Түрлі зоналарға бөліп жинақталған құмдарды біздер жаңағы қапшықтарға бәрін орналастыруымыз керек болады. Содан кейін олардың бәрін жағаның бойына орналастырып жағаны қосымша бекітуіміз керек болады. Бұл жұмыстар біздер әлі де 20-25 айдың аяғында жалғаса беретін болады. Қажетті материалдар қазіргі таңда Атырау қаласында 250 мың қапшықтың резерві бар. Қосымша 1 миллионға дейін резервті біздер қазір өзін зерттеушілерден сатып алуды ұйымдастырудамыз. Эвакуация пункттарының мекенжайларын қайдан біле алады? Чугис деген приложениеда эвакуационный пункты немесе эвакуациялық пунктілер деп терсеңіздер, сіздерге барлық адрестар біздер Чугис приложениесі жүктеп алады. Облыс аумағында жоқ. Бізде ближайший су қоймасы бұл Батыс Қазақстан облысының аумағында бар, және де дальше Оренбург облысында. Бұл жерде су қоймасының болмауында объективті себебі бар, өйткені бұл таулы жерлерде бар су қоймалары естественный впадиналарды жасайды. Яғни суды жинауға болатын табиғи бір жағдай болған. Біздің аумақ өздеріңіз білесіздер, бұл степная жер, жазықтық жер болғаннан кейін жасанды жолмен бұл ондай терең болуға мүмкін емес. Енді мен қазіргі таңда біздер облыс әкімдігі Атырау облысы аумағында біздер былтыр бұл жұмысты бастаған болатынбыз. 3 су сақтайтын орын деп айтсақ болады шығар. Места водосбора деген техникалық экономикалық негіздеме дайындап жатырмыз. Бұл Жем өзенінің тұсында, Ойыл өзенінің тұсында және Жайық өзенінің тұсында. Бұл водохранилище деп айтуға келмейді. Водохранилищенің параметрлары кең болуы мүмкін. Және де енді сөйтіп ол жерде паводковый сөздер, яғни маусымдық келетін суларды сақтайтын орындарды ұйымдастыру мақсатында құжаттамасын дайындап жатырмыз. Жоспарымыз биылғы жылы техникалық экономикалық негіздемені аяқтау, келесі жылы жобалық сметалық құжаттама жасау, 26 жылы жоспарлардың бәрі жүзеге асқанда құрылысты бастау. Скажите, пожалуйста, а вот большая вода не сводит древнее городище Мухаммед Сарайчик? Я думаю, что однозначно нет, потому что Сарайчик, как мы видим сейчас, наиболее такой укрепленный участок, потому что в 2018 году там было построено 1,6 километра укрепленный дамб, высота которой на данный момент выше уровня предполагаемого объема воды, который приведет в Атырау. Поэтому с древним городищем мы уверены, что ничего не случится. не айтасыз ба? Бұл жерде мен біріншіден айтқымыз келетіні ресми ақпарат көздеріне жазылып, ресми ақпарат көздеріне ақпарат сеніп таныс болсаңыздар, өйткені қазір расмендейді кешеден бері түрлі жалған ақпараттар таралып басталып кетті. Сондықтан да әкімдіктің әлеуметтік желілері және бұқаралық құралдары осы кісілердің мейлінше дәйекті ақпараттарды таратуда соларға сенімдеріңізді сұраймыз. Екіншіден, енді сол ақпарат көздерінде біздер нұсқамалардың яғни уақытын беретін боламыз. Әрине суды жақындаған уақытта біздер тиісті хабарлау тәсілдері бар. СМС хабарлама бойынша біздер қазір келісімшартқа отырып отырмыз. Күні келгенде біздер СМС хабарламаны тарататын боламыз. Қаладағы сиренаның желілерінің бәрін біздер мониторинг жасап келдік. Уақыты келген сәтте сиреналар өздері дыбыстары шығатын болады. Басқа да эвакуациялық пунктлардың ақпараты қолжетімді болу үшін Чугиске қазіргі таңда біз бәрін орналастырдық, біле аласыздар. Енді қазіргі таңда ниет білдірген азаматтарды біздер бірер күннен кейін өзіміздің волонтерлық пункттеріміздің адрестерін хабарлаймыз, сол жерге барып жаға бекіту жұмыстарына көмектесе алады. Сонымен қатар бұл жерде біздер бүгіннен бастап өз үлкен штабымыздың бұл жерде қорғау органдары бар, жаңа осы локацияда бастап ашып жатырмыз. Енді басқа да тұрғындардың тарапынан бізге көмек керек болатын жерлер хабарлаймыз. Ал негізінен қазіргі таңда паника болатында ешқандай негізіміз көріп отырған жоқпыз. Өйткені жаға бекіту жұмыстары, қорғану жұмыстары
өз деңгейінде жүріп жатыр деп айтсақ болады. Біздер кеше өздеріңіз білесіздер, облыс әкімі сол кезде жұмыс жасаған ардагерлермен, жалпы су мамандарымен кездескен болатын. Сол жерде сол кездесудің қорытындысымен бүгін біздер көптеген құжаттарға қол жеткізе алдық. Соның ішінде ескі карталарға қол жеткіздік. Ол карталарда жаңағы су қай жерден жаңағы кезінде шығып кетіп ағуы мүмкін, суды қалай дұрыс бағыттау керек деген сияқты мәліметтерге қол жеткіздік. Сол мәліметтердің негізінде біздер келе жатқан суды қайтарып аламыз деген сенімдеміз. Можно вопрос еще, да?